Жақсы. Көңіл күйің қалай? Көңіл күйім бұлай. Шай ішеміз бе? Шай алдырайын ба? Иә. Бес тапалдың Иә. самурайы. Иә. Рамазан Тоқтаров айтатын, біздің корабльдің капитаны әкім ғой. Анау сарбаздарының барлығы кетіп қалды да, капитан өзі корабльде. Корабльде қалып қойды. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной буран. Достарымның о дүниеге кетіп қойғанда қатты қиналып жүрдім. Біраз жылаған емес. Ішімде бірдеңе болады. Үңгілдеп жылап отыру жараспайды ғой. Еркек адамға. Сабыр сақтау. Күйінеу. Тәуба. Көке, мен бірде саған бір айтқаным бар. Қазір жазушы болғысы келетіндер көп, жазушы болам деген жастар көп деп. Сонда бір айтқаның бар. Жазушы көп оқығаннан, көп кітап оқығаннан жазушы болмайды дедің сен. Жазушы анасынан туғанда басқа санамен туады. Жазушы, суреткер өмірге солай басқаша келеді. Ал енді көп оқығаннан, көп кітап оқығаннан жазушы болады дегенге сондай күмән келтірдің. Сол сөз маған ұнады. Күн деп аталатын шағын ғана шамшырақты жалықпай, талмай, айналып жүрген жұдырықтай ғана еңбекқор планетаның қойны қоншында құрттай құжынаған адам деген шіркіндер. Шынында да бір түрлі қызық өздері. Тарихи толғаның көреген аталары айтса айтқандай. Ғасыр соңы деп, бұл ғасырдың тарихи толғасы кім деп, менен басқа кімің бар еді деп, менің қасымда сен кім едің деп, кеуде қағыстырып, мүйіз айқастырып жатыр. Соны көріп, түкке татымайтын әлдекімдердің тасыған көңіліне су сепкісі келді мекен. Әйтеуір жаратқан еміз, мен пақырының қолына қалам ұстатты. 20-шы ғасырдағы шын мәніндегі тарихи толғаның ғұмырнамасын пенделерім ұмытып кетпесін дегені болар. Құдіретті жалғыз иеміздің. Тұрар, әкеңмен қоштас. Балаларға бас көз бол. Жазушылар киностудияда үлкен оқиғалардың басшысы болды. Жақсы кинолар түсірді, мысалы Қараш оқиғасын, Мұхтар Әуезовтің. Әуезов ашық айта алмаған нәрселердің бәрі жарыққа шықты сонда. Ал енді бұл Мұқан біздің ұлы ұстазымыз, қазақ ең ұлы жазушысы, бұрынғы, бүгінгі және болашақтағы. Осы Мұқан 63 жыл дүниеден өтті. Кетем деп көңілде бір қатер болған болу керек, кейінгі жазушыларға өсиет айтқаны бар. Мен айтам, Мұқан сол кезде, дүниеден өтіп бара жатқан кезде, өзімден кейін көп ұзамай әдебиет мүлде басқаша болады. Түрленеді, жаңарады деп ойлаған жоқ деймін. Өйткені Мұқанның сәлем айтып хат жолдаған адамдары, бір 3-4 жазушы, сол кездегі белгілі жазушылар, бұлардың бәрі де шамалған адамдар болатын. Мұқан оларға қарап тұрып, таяу уақытта әдебиет өзгереді деп ойламағаны анық. Бірақ арада 10 жыл өткен жоқ, қазақ әдебиеті дүрк көтерілді, мүлде жаңа мазмұнға, жаңа сипатқа ие болды. Сол үлкен серпіннің алғашқы легінде, тіпті бірінші болып деп айтуыма болады, әкім болды. Сайын екеуі қатар бастады, бірақ Сайын дәстүрлі жазушы,
әкімнің жазуы мүлде басқа болды. Алғашқы құйрықты жұлдыз деген повесі, сол алғашқы шығармасының өзімен-ақ қазақ әдебиетіне үлкен жаңалық әкелді. Қазақ әдебиетіндегі орны ерекше үлкен тұлғалардың бірі Әкім Тарази. Оның осы алғашқы әңгімелерінің өзінде де адамды сынау, қоғамды сынау үрдістері басым болды. Совет үкіметінде қалыптасқан адамдармыз ғой. Ол кездердегі жағдай белгілі, цензура өте қатал, аяғыңды қия бастырмай, тіпті жазушының жазған емес, нөйліп отырғанда бақылауда отырған секілді кез болатын. Бірақ соған қарамастан әкімнің шығармаларында астарлы шындық жататын. Бұл кісі өзі астаршы жазбайды. Шығарманың бетінде бір үлкен негізгі идея жатқанмен ол астарда тағы бірдеңе жатады. Бұлай өмір сүруге болмайды деген идеяның көріністері байқалушы еді. Сонысымен ерекше болды өзі әкім. Әкім Тарази аз сөзді жазушы. Сюжетті құрғанда, оны баяндағанда, жалпы сюжеттің өзінің драмасы арқылы жүргізеді. Ең алғаш жазған шығармалардың бір етікші, бір стандартты аяқ киім тігетін етікші болса, ол үлкен философиялық мән береді. Бір стандартқа түсіреміз, кеңес адамы деген адам жасаймыз, артық ауыз философия немесе дүниетанымның қажет емес, кеңес үкіметінің өзінің жасаған идеологиясына сай адам болады деген қалыпқа салғысы келгенін сондай нәрселермен жеткізеді. Москва баласаз романында еш нәрсеге бой бермейтін бір қазақ, бірақ шенеуніктің костюмін киген адам көрсе, соның алдында тәк тұратындай. Сонда тұтас қоғамның тек билеуші жүйенің бір тұтқынына айналған сәтін немесе болмысын солай көрсетеді. Жазушы болу оңай емес балалар. Қиналып. Мен жазып жүрген кезде Розаға жалынам ғой. Роза, сен маған тамағымды бәрін дұрыстап бергенменен ана мәселеге араласпай-ақ қойшы деймін ғой. Неге дейді? Қорқып кетесің ғой деймін. Мен жазып отырғанға Роза қорқады ғой. Достың досты өлтірген жерінде, Қалиханды өлтірмекші болған жерде өзім жыладым. Адамзат жаралғалы ақылды адамдар болады, терең адамдар болады, ақымақ адамдар да болады, надандықта болады, тоғышарлықта болады. Әкім ағаның осындай кейіпкерлерді ішек қарын ақтарады да, сұмдық. Сіз ананы көріп отырғанда, оқып отырғанда бір таныс, бір бейнелер көз алдыңызға келеді. Ана кейіпкерлер сіздің жаныңызда жүрген секілді. Сондықтан әкім аға аямайды. Әдеби шығармаларын оқысаңыздар, сұмдық енді. Аямайды. Ішек қарын ақтарып тастайды. Омар Балапанович кабинеттің дәл ортасына тұра қалды да, «Енді сіздерге сұрақ қоюға бола ма?» деді. «Сұраңыз». «Сұрағым сізге, Мирас. Сіз демей-ақ сен де бермейсіз бе? Құрдас екенбіз. Шыдаңыз. 2 минуттан кейін сен дермін. Әзірше сіз. Сұраңыз». 1944 жылы сентябрьдің 1 күні сіз Көкөзек ауылындағы Ақтам аталатын 7 жылдық мектептің 1 класының есігін аштыңыз ба? Мирас жауап бере алмай қалды. 1 класқа 5-ақ бала жиналды. Рас па? Мирастың үні о дүниеден шыққандай, рас. Ендеше сол 5 баланың біреуі сен болатұғынсың. Біреуі мен тұғым. Мирас орнынан қарғып тұрып, қатты да қалды. Тоқта, Балапан,
Балапан, ауылдың шетінде ескі үй бар еді. Ол үйдің алдында биік-биік екі шынар өсетін. Балапанның үйі деп жұрт қатыспайтын. Дәл өзі. Тоқта, сен өзің есімде жоқсың. Зато мен сені бірден таныдым. Кітаптарыңды оқығанда сол емес пе екен деуші едім. Бағана кіріп келгеніңде бірден таныдым. Ал сен менің есімде жоқсың. Ол түсінікті ғой. Сен бұзық болатұғынсың. Қорланғанның есінен зорлықшы шықпайды. Зорлықшы қорлағанын ұмытып кетеді. Өмір заңы солай. Ташжарған ол Омар деген бас кейіпкердің ішкі жарылысы олда, қарсылығы. Бір ғана диалогта көп сыр тұрып, көп ешкім қатыспайтын үй ол кезде қандай үй болды? Олар халық жауының. Халық жауы деген қандай адамдар болды? Ол шын мәнінде кеңес үкіметінде халықтың жағындағы адамдарды халық жауы дейді. Ал Омардың түбін сол жерден танимыз да. Оны автор ашып айтпайды. Бірақ жаңағы журналистің біреу Алматыға кете сала, Омардың басына пәле-қаланың бәрі үймелейді. Не болып кетті деп отырасың. Бұл бір сыр болды. Ашық айтылып, Омарды соттау керек, қудалау керек деп ешкім айтқан жоқ. Бірақ не болып кетті деп диалогқа оралған кезде, оның түбі сол ешкім қатыспайтын үй, ол халық жауының үйі. Халық жауы деген қандай, ал мына Омар қандай. Ал енді сол Омардың кеңес үкіметінің идеологиясымен, ішкі қарсылығымен арпалыс ары қарай баяндалды. Желтоқсан оқиғасынан кейін Колбин келді жазушылар одағына. Бұл жазушылардың Колбинмен кездесу емес, Колбиннің жазушыларымен кездесу болатын. Именшектеп келді. Жаңағы қырғыннан кейін ғой, арада бір ай өтпеді ме. Жиналысты Олжас бастап ашып, әкім ағама берді басқаруды. Әкімнің қалай басқарғанына мен сүйсініп, риза болып отырдым. Жұрттың бәрі риза болды. Анау енді қалай дегенмен о zaman партияның заманы, және өзі жендет болып келген адам, сол қазақтың кеудесін көрсетіп, біздің жазушылардың кісілігін, адамдығын көрсетіп, жиналысты басқарды, өте жақсы өткізді. Мұнда белгілі тарихи кездесу болды. Жұбахан сөйледі, Жұбан Молдағалиев сөйледі, Сафуан Шаймерденов сөйледі. Өте үлкен сөздер айтты. Қазақтың ұлттық намысын жоқтаған, кейін 100 жылдан кейін де айтылатын сөздер айтылды. Сол жиынның жоғары дәрежеде өтуінің, қазақтың кеудесінің жоғары болуының бір көрінісі әкімнің жиналыс басқаруынан байқап көрінді. Қос жанарыңды от шалған сәтте не болғаныңды білмей қалдың ғой, Лима. Өртке түскен тауықтай, қып-қызыл болып күйіп тұрған табаға тірідей тастап жіберген сарауыз балапандай шыр айналып, тыпыршып, бір аунап, бір тұрып, бүкіл әлемді басыңа көтеріп, шыңғыра бергеніңді, қайда қалай ұмтыла бергеніңді, қайда қалай жүгіре бергеніңді өзің сезбей қалдың ғой, Лима. Ұлы жолға бет алдым деп ойлағаныңмен, топастықтан, қатыгездіктен кек аламын деп ойлағаныңмен, әділдік аяқ асты болған, әділдік тапталған заң ордасына от болып лаулап жетіп барамын, жетесіз жандардың жүрегін селт еткіземін, арын оятамын деп ойлағаныңмен, дәрменсіз әрекетің зая кетті ғой, Лима. 10 шақты қызметкер, көпшілігі әйелдер отырған банкінің үлкен залына кіре беріп, босағада ұшып түстің ғой, Лима. Шошына шыңғырып, сенен қаша жөнелген жұртты сен көре алмадың, Лима. Сенің қасіретің, менің қасіретім, Лима. Махаббатым менің. Әкім Тарази «Қорқау жұлдыз» романында қорқау қоғамды айтқысы келді. Лиманың трагедиясы ол роман 87 жылы жазылды десек, былайша айтқан кезде ол 86 жылға жастардың психологиялық сол көтеріліске пісіп жеткен немесе іштегі қопарылысы деп айтуға болады. Тұнғатар деген кейіпкерді салады ғой стандартқа. Себебі сен өзгеше сабақ өтесің дейді. Сонда Тұнғатар айтады, оқулық біреу, программа біреу,
Енді метод деген болады. Метод деген әркімнің өзінің бір мінезі ғой. Ол методы өзгеше болғаннан кейін ол мектепке қойылады сол түн қатар. Сондағы стандартқа көнбеген сананың сілкініс қопарылысы. Автор өзінің бір сөзі бар. Мен осы жазғандарымда публицистикамен мақала қылып жазатын болсам, осы ойларымды мен түрмеге кетер едім дейтін. Советтің заманында мен айттым бітті деген бір не болды. Совет үкіметінен басқа ешкім жоқ дегендей. Бір жерге жиналыс өткізе алмадық біз. Бірақ көзімізбен түсіндік бір-бірімізді. Аналардың бұзып жатқанын білдік. Үнсіз күрестер жүріп жатты. Үнсіз күрестер. Үнсіз деген ол үлкен. Ол өте қауіпті екен өзі. Қағып түседі, алып кетіп жатады. Алып кетіп жатты ғой бізді, достарымызды. Алпыс жетінші жылы әскерде жүрген кезімде Мәмбет Бестібаевта қайнаған бар еді. Сол хат жазған хатында міне өзіңнен бір 5-6 жасқанда үлкен Әкім Таразидың өз театрында сахналанған шығармасы бар. Біз бәріміз көріп келдік, тамаша жақсы, сен де соларда қалыспауың керек деп маған бір намыстанып па бір хат жазған. Ол кезде 67-ші жылы енді мен 24-25-те ғанам ғой енді. Содан білдім дағын қайтып келіп сол спектакльдерді көрдім, баяғы Күлмейтін комедиясын. Күлмейтін комедиясы бірден одақ көлемінде танылып кетті. Одақта ол кезде 350 миллион халық болатын. Сол 350 миллион халыққа арналған журнал болды, театр журналы деген, одақтық көлемдегі. Сонда Везучий Бөкен деген атпен сол пьеса жарияланды. Мұны содан Әкім Таразидың аты одақ көлеміне таныла бастады. Бұл кісі драматург ретінде басқа бір драматургқа ұқсамайтын, және оны өзі мойындамайтын, және өзі құптамайтын вариант қылып жазған. Мысал үшін, ақын періште махаббат дейтін бар. Қазір осы біздің театрда жүріп жатыр. Сонда бір әйел, орыс әйелі, бұрынғы интеллигенцияның әйелі, сахнада есіктің арғы басынан бергі басына дейін, бергі басынан арғы басына дейін бір ведроны қуып жүреді, челекті, теуіп жүреді. Мен сенің көзіңді құртам, сенің көзіңді жоям, сен менің қолымдасың деп соғысып жүр. Кімменен? Жаңағы ведромен. Ол ведроғы Совет үкіметі. Сенде кезінде жалтырап шыққан өзінше болып мұрныңды көтеріп қазір міне түбің кесіліп жат солай. Өтпай! Кейбіреудің басына баратын ақыл емес. Талқанын шығарады әлгі әйел. Залдағылардың бәрі Мұқағалиды ұмытып кетеді, сойған көшіп кетеді. Бұл драматургтың ісмерлігі, драматургтың екінші пландағы әулиелерді қозғап отырады. Мысалы үшін жерде періште қыз отырады сахнаның арғы басында. О деп күйеуіне. Ол о дегені құрдым деген сөз, бітті жетті деген сөз. Міне бұл тағы да драматургтың шеберлігі, образды қолдана білу. Мысалы үшін Мұқағали менен анау көп кітаптарын шығарып алған Сұмырай досы екеуінің диалогында айтады: "Ай, досым ай, жүрсің сенің осылай. Арманың жоқ 17 кітап бастырды. 17 кітап бастырған адам менен сөйлесуге сөз таппайды бұл кісі. Драматург. Шаршадым білем. Шаршадым. Өлеңі құрсын. Таппадым одан миятта. Мен сізде мынау ғаламат жырау дүние өзінен өзі жырланып жатқан сияқта. Драматургияда айтайын деген ойды қазір енді қаптаған айтайын деген ойын айқайлап, ұрандатып, сөйтіп жетседі. Ол драматургияда ондай болмайды. Драматургияда айтайын деген ойынды астарлап, солай жетті. Мысалы, осы мен әсіресе Шеховтың пьесасын көп оқыдым, әуелі түсінбейтінмін. Оқимын пьесаны, ештеңесі жоқ, бұл неменеге мақтайды деймін. 2 оқимын, 3 оқимын, сахнадан көрем, сонда түсінемін. Оқысы мынау адам өте жақсы деп отырып,
ал айта ойында мынау адам өте нәрсе оңбаған адам деген сияқты айтты. Қарамағансыз. Міне әкім ағамның драматургиясында осы да бар. Осы есімде бір Сейтметовтің бір айтқаны, әкімнің бір пьесын бір қорқа әрең қойдық деген. Одан кейін енді ол аз болғанда айтыпты, енді қазақтың кино драматургиясында да сіңірген өте үлкен. Сол бір кездерде жазғаным қараш, тағы да толып жатқан кинолар. Бұл жағынан келген кезде оның шығармашылық ауқымы өте үлкен. Соның бәріне үлгеріп жүрді. Ал енді былай қарап отырсаң, үйде қамалып алып, төмен қарап, осы қалай да көп жастан екен деп отырған адам секілді емес өмір сүруі. Өмір сүруі емін еркін, дос жарандармен бірге осы сырласып, әзілдесіп, жақсы өмір сүрді. Баяғыда мен сенің терезеңнің түбіне тығылып тұрып алып репетицияңды тыңдайтымын. Ал бүгін одан артық маған ештеңе керек емес екенін ұқтым. Тек қана сен сахнада ән айтсаң болды, тыңдап қана отырам. Қойшы, мүлде ештеңе керек емес пе? Ал не? Мүлде ештеңе? Мүлде. Камал қайтыс болғанда сен көзіңе жас келді ғой, соны айттың ғой, мен алып кет деп. Ана трауырда тұрған кезімізде. Сосын біз үйге келгенде мен айттым, өмір жылағанды көрмеген едім. Сен қатты уайымдадың ғой дегенде сен айттың ғой. Мен папам қайтқан кезде жыламап едім, қатты қайғырып тұрғанда. Сонда анам келіп, арқамнан түйіп қалып еді. Көзіңде жас жоқ қой деп. 30 жаста ғой. Сонан кейін Мажит Бегалин құшақтап көңіл айтқан кезде ғана керемет жыладым дедім. Ал Камалға айтқан кезде босағаным Камалмен бірге менің бүкіл жастығым кетіп бара жатты деді. Екеуі кинода бірге жұмыс істеді, қандай фильмдерді түсірді. Мына 1962 жылы Мәскеудегі бүкілодақтық кинематография институтының жанынан жоғарғы сценарлық курс ашылады, бірінші рет. Осы жоғары сценарлық курсқа қазақтардың арасынан ең алғашқы болып осы әкім ағамыз барып оқуға түседі. Сценарлық курста Жазира деген сценарий жазады, дипломдық жұмыс ретінде. Міне сол сценарий бойынша 64 жылы біздің классик режиссерлеріміздің бірі Мажит Бегалин «Тұлпардың ізі» деген фильмді түсіреді. Осы «Тұлпардың ізі» фильмде тұңғыш рет әкім Әшімов, бірінші әкім Тарази деп жазылады. Қазір былай қарасаңыз, былай жазу, сіздің өзіңіздің ата тегіңізді қазақыландыру, қазір ол бір үлкен жаңалық емес. Бірақ 60 жылдардың ортасында бұл шын мәнінде үлкен жеңіспен, батырлықпен пара-пар еді. Осының өзімен-ақ әкім ағамыздың жаңағы мінезі көрініп тұрды. Жалпы шығармашылықта мінезін бұл өте маңызды сәт. Кеңес үкіметінің өзінің идеологиясы менен қазақтың өзінің болмысы арасында үлкен күрестер жүрді. Көзге көрінбейтін күрестер жүрді. Сол күресті зерттеген өмір бақи шығармашылығының өзегі десек те болады. Басында қазақтың саяси өмірінде үлкен өзгеріс басталды да, ол саяси жағындағы өзгерістер көзге көрінеді. Көп адам оны байқай алады, жазуға да болады. Бірақ психологиялық жақта, болмысы жағында, дүниетаным жағында қаншама арпалыс өзгерістерге түсті. Тұтас сол кезеңнің картинасын алып шыққан жазушы деп айтуға болады. Кейіпкердің аузына өте ұзақ бір сөздер салу, ондай жоқта, бірақ ауыз сөзбен жаңа бүкіл кейіпкерінің ғана емес, тіпті оның артында тұрған елдің, оның артында тұрған халықтың тағдырын, трагедиясын бере алады. Осының мысалы ретінде
мен қараш оқиғасын фильмі бар. Енді қараңыз, осы фильмде мына соңына қарай Жарасбай өзінің ата-бабасының жерін сататын жері бар. Сол жерде Күшіков деген кейіпкері бар. Ол Күшіков деген жаңағы Жарасбай мен жаңа орыстардың арасындағы жүрген бір делдал. Ол тек өзінің бас пайдасын ғана ойлап жүрген кейіпкер ғой. Сонда Күшіков Жарасбайдың жанына келгенде Жарасбай айтады: Сырқаттанып қалдыңыз ба? Жоқ. Жай әншейін. Торғайдың қырғиды тепкеніне таң қалып тұрмын. Сұмдық сөз. Бұл повестьта жоқ. Бұл сөзді кіргізіп отырған Әкім Тарази ағамыз. Одан кейінгі жаңа эпизоды бар. Бұл эпизод фильмде басқаша беріледі. Жарасбай қазақтың бір интеллигенциясы, зиялысы. Сол өзінің жерін қазір ғана сатқанын, жалпы ол ата-бабасына сатқындық жасау деген бұл өліммен тең. Міне ол Алададағыны жаңағы Бақтығұлдың оғына өзі жүгіреді. Әкім Тарази кинематографистер одағының бірінші хатшысы болатын. Камал Смайылов комитеттің төрағасы болатын. Қалтай Мұхамеджанов комитеттің бас редакторы болатын. Әбіш Кекілбаев қазақ киностудияның бас редакторы болатын. Телман Жанұзақов жай редактор болатын. Осы сияқты елге белгілі тұлғалар киноның төңірегінде жүрді. Сол кезде мәселен Қыз жібектер түсірілді, Гауһартас түсірілді, Менің атым Қожа түсірілді. Тағы көптеген фильмдер түсірілді. Әдебиеттің де драматургияның да алтын кезеңі сол екен деп ойлаймын. Оқу бітіре салып, драматург боламын деп келген адамдар бекер жасайды. Драматург болу үшін сен өмірден таяқ жеуің керек. Әкім Тарази Жүргенов атындағы өнер академиясында, Астанадағы ұлттық университетте осы жас драматургтерді, кино сценарийді тәрбиелеумен айналысып келеді. Демек, оның артында ұстаздық еңбегі де қалады, және шәкірттері әкім ағамыздың осы шығармашылық жолын, соның жетістігін одан әрі жетілдіре береді деп ойлаймын. Бұрын әкесін сағынбайтын. Жарық дүниенің әлде бір алыс түкпірінде соғыс деген бірдеңенің жүріп жатқанын білетін. Сол соғыс деген бірдеңеге өз әкесінің қатысып жүргенін білетін. Жарық дүниенің әлде бір алыс түкпірінде соғыс деген бірдеңенің жүріп жатқанын Бураш қайтсын. Бураштың танкист деген інісі бар еді. Танкист бұған соғыстан көрі жақын еді. Балпанақтай бала еді, 2 жастағы. Нан берсең бірден бас салмайтын. Жесем бекен, жемесем бекен дегенде ойланып біраз отыратын. Содан кейін бұған жалына, жағына қарайтын. Рұқсат па дегендей. Жей ғой дейтін Бураш. Түсініксіз бір сезім бойын буып, көзіне жас үйірілетін. Танкистің қарны аш екенін білетін. Бірақ қолына ұстатқан нанды бірден бас салмаған көргенде іші елжіреп кететін. Сол танкист бір-ақ күн ауырып, дүниеден өтіп кетті. Жарық дүниенің әлде бір алыс түкпірінде соғыс деген бірдеңенің жүріп жатқанын Бураш қайтсын. Бураш танкисті іздейтін. Қайтып келеді деп сенетін. Бураш сол інісін күтетін.
жақсы достарым болды. Досқа сыйыну керек, досты сыйлау керек. Әсіресе Қалихан мен ей, әкім ей, далаға шықсай. Шала киініп далаға жүріп шығасың. Жастық шақ деген керемет қой. Сайын ағама шығарған өлеңдерің ше? Иә. Сайынымай, әрқашан қыдыруға дайынымай деп. Сайыныма сайын, әрқашан қыдыруға дайынымай деп. Достар деген сондай болу керек қой. Достарым кейде бір-бірімен төбелесіп қойды. Олар татуластыру керек. Оңай емес ол. Бәрі классик. Классик. Анау да классик. Жас кезінде адам классикпін деп айтады ғой. Біздің жастық шағымызды осы жерде тоқтатайық. Жүрекке әсер етеді. Сондықтан енді күлетін бірдеңе айтыңдар. Қазақта 5 жауушы болды, 5 тапал деп аталады. Осы Әкім Тарази, Қалихан Ысқақов, Сайын Мұратбек, Рамазан Тоқтаров арасында Бек Тоғысбаевты араласады, бірақ одан соншалық белсенді араласа қоймайды бұл тапқа. Бірақ 5 тапал деген аты бар, сол 5 тапалдың бірі Әкім Тарази. Мен әкім болғаннан кейін мен оны әке деймін. Менің атым Дулат болғасын, оның ұруы Дулат, мені баба дейді. Сөйтіп екеуміздің арамызда осындай псевдоним қалыптасып қалған. Үлкен бедел иесі болған адам Ғабит Мүсіреп болатын. Қазақ әдебиетінің кәдімгі классика. Ол кісінің аузынан бір әуен жылы сөз есту деген бәріміздің арманымыз болатын. Сол кісіге жақындасып, бір жақсы лебіз сөзін жаздыртып алып, сөйтіп жүргендер көп болды. Сөйтсек, біз кейін білдім мен. Бұл өзі Ғабит Мүсірептің баласындай болған. Ғабит Мүсіреп осы алғашқы оқу алған. Соншалықты жақын өмір бойы сондай болған адам, соның бірді айтқан емес. Тіпті бірге жүрген, қатар жүрген біздерге де айтқан емес. Бұл да оның бойындағы бір үлкен жақсы қасиеттердің бірі деп есептеймін. Адам бірін-бірі сыйлай білу керек. Адам жер бетінде тек қана адам бірін-бірі сыйлай біледі. Сиыр сүзісіп жатады. Шошқа тұмсықтарымен бірін-бірі қағып жатады. Адам ғана сыйлайды бірін-бірі. Туысқан деген сөз адамда, дос деген сөз адамда. Екеуі де қасиетті сөз. Мен дүниеден өткім келіп өзімше бір қиналып жүрген кезде сен кездестің ғой. Мен әлі Алматыда бұлай болып жүрдің ғой. Сен кездестірдің, сені кездестірдім. Сені көргенде ойладым, қой өмір сүру керек. Солай болады. Жалғыздық деген қиын ғой. Мен сол жалғыздықты көтере алмай жүргенде Роза кездесті. Өзіме айттым, жоқ әкім, сен мына қызбен татуласуың керек. Біл кім екенін. Сен білсең, сен бақытты боласың деді. Ой жаным, маңдайыңнан сүйемін. Мамаң сүйеді. Қалың қалай? Мен съемка болатынын білсем, жақсылап киініп, әбден болушы едім. Осылай болған дұрыс қой. Сана биігінде кездескенім үшін де, сол үлкен жолда, әдебиеттің үлкен жолындағы осындай ұлы достықтың болғанына мен өз басым ризамын.
Қырғызстанда бір Мырзағапаров дейтін драматург бар. Және оның әйелі бар. Ғафарова дейді. Екеуі үйінде отырып пьеса жазады. Екеуі бірмен бір төбелесіп ажырасып кетеді пьеса үшін, бір сөз үшін. Сондай жайт дәл осы кісінің үйінде бар. Өйткені әйелі талантты драматург, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, әйгілі жазушы, зерттемпаз, қазір профессор. Сонда сол екеуінің бірін-бірі қалай мойындайды, бірін-бірі қалай познавать етеді. Только бағалау арқылы, бірін-бірі бағалау арқылы. Бұдан 100 жыл бұрын, бәлкім одан да бұрын әкім ағам 35 жасқа келді. Тойға жиналдық, үйіне әкім ағам отыр, кішкене жүзі тұнжыраңқыраған, мінекей 35 жасқа келіп қалдым дейді. Маған өте көп боп көрінді, үлкен боп көрінді. Оған мен 20-ның жуан ортасынан асқам, бір алыстағы бір заман сияқты боп көрінді. Содан 35-ін тойладық ден. Енді бізде келетін шығармыз, бірақ әзір бір талай заманнан кейін деп ойлап. Ал енді бүгін әкім 90-ға келіп отыр. Маған онша үлкен боп, онша көп боп көрінбейді. Енді уақыт өткен сайын, жас ұлғайған сайын жастардың арасы жақындай береді, одан ғана емес. Әкім ағам әлі сол 35-тегі қайратты жас қалпында, кішкене өңіне азмаз көлеңке кірген болуы мүмкін, ал басқасы ақыл ойы, парасаты, мінезі бәрі бұрын қалпында. Енді қазір адамның есейген тұсын, кемелденген тұсын көру бақытында өткізіп жатырмыз. Сендегі қызығушылық, сендегі алдағы ой, сон барлығы маған қызық. Кейбір ойларың бір шай үстінде отырғандағы айтып қалған, өзің мән бермей бір ойды айтасың ғой. Сол ойды ойлап қарасаң соншалықты терең. Оның астарын түсінген адамға, оның астарында мұң бар. Жазудың тоқтайтын кезі болады. 5 концерт жаза берудіге не дейсің болады? Өзіңді өзің сыйламау. Мен өзімді өзім тоқтата білдім. Әкім болды де, тоқта. Ананың жазғысы келеді, мынаның жазғысы келіп тұрады ғой. Қиып түстім. Бірақ соның өзі қанша том болды және? Сенде қазір шыққаны 12 том болды. 12 том. 85 жасыңда Андрейді жаздың. Сонда сен көке Андрейді 85 жаста. 85 жаста. 85 жас деген құдай-ау, 85 жаста жазу. Ол бүйтіп қалған кезде ғой адамдар. 85 жаста жазалам ба? 85 жаста атымды ұмытып қалмайын ба деп өзім ойлаймын. Ол қандай қуаттың, ол қандай мидың жұмысының әбден жаңағы кәсіби әбден шыңдалған мидың жұмысы ғой ол. 85 жаста Андрейді жазу деген. Осы күнде ойлаймын. Кейіннен талай ойладым. Біз екінші барғанда Манананың Андрейге запас кілтін берген жұмбағына шешім тапқандай болам. Манана бізді соңғы көріп тұрған, соңғы рет қоштасып тұрғандай болған екен ау деймін. Бірінші кездескенде шетін ғана шығарып қойған әңгімені, екінші кездескенде маған тағы да құтырған көзбен қарап отырып, мен киргиз халқының алдында күнәһармын. Мен киргиздарға қаншама түрлі уколдар салдым. Бастарын таз қылдық, мұрындары опырылып түсетін укол салдық. Мен мына қолыммен. Ал Вера болса менен де батыр еді. Вера болса менен де өжет еді. Тапсырманы бұлжытпай орындайтын. Бәрін айтта бірін айт. Аким, ты сын киргизского народа. Извини, пожалуйста. Сен сын казахского народа. Не поймешь меня. Біз ер адамдардың саналы адамдардың білегіне укол салдық. Біз салған уколдар қаншама мықты болса да, еркек адамдар мәңгіріп қалатын еді. Айтқан бұйрықты орындай беретін кәдімгі нағыз мәңгүрт болып қалатын еді. Аким, ты понимаешь это? Москвада
ас бөлмеде болған сол сұмдық оқиғаның мән мағынасын, астарлы сырын енді ұғына бастаған сияқтымын. Әппақ қабырғаға анық басылған балшық, табан етік мөрі. Замана мөрі. Тәуелсіздік алғанға дейін ондай шығармаларды, ондай тақырыптар жазылмау керек болған, тыйым салынған тақырыптар. Оның сюжетін Ғабит ағай берді дедің ғой, көке? Иә. Ғабит Мүсіреп азаттыққа, сана азаттығына жететінде заман келер, әкім шәкірті ғой. Сен әкіш осы оқиғаны түпкіріңе сақтап жүр, түбі жазып қаларсың. Сен жазатын кезде уақыт, заман басқа болатын шығар деп айтқан сюжеті ғой. Иә. Соны ағаң жүріп 85 жасында осыны жазу керек. Менімен бірге кетпеу керек, бұны айтып кету керек деп. Осы Андрей жазды. Андрей жазды. Мен алдымен қиналатым. Ойлап, ойдың өзі қиналып келетін маған. Ойпыр-ай, менің қазағым қалай болар екен? Менің ұлтым қалай болар екен? Сенің күнде бір жаңылмай сұрайтын сұрағың бар? Қазақтың саны қанша болды деп. Бұл алаңдаушылығыңды да мен сенің үлкен тұлғалық, суреткерлік парызың деп ойлаймын. Ұлы тәуелсіздікке қол жетті, мұрат мақсатқа қол жетті. Енді алда да үлкен жауапкершіліктер тұр. Жазушыларға, ғалымдарға. Аман есен бол, көке. Амандығыңды тілейміз. Эх, дороги, куда туман, холода, тревоги, до степной